Бұл Аққошқар деп аталуы ерекше екендігі ол да тарихта белгілі, бірақ оны қозғамай қояйық. Мына Мырзағали мен енді бала кезімде бірге өстім. Қайыңды орта мектебін ол кезде Арқалық ауданы Торғай облысы болып тұрған кез ғой. Сол жақтан келіп отырмыз. Енді сол Аққошқар деген, яғни Арқалық қаласының әрі 60 шақырымдай жерде. Неге бүгінгі өте жиын, өте жастардың жиында басымызды қосып отырмыз. Мырзағали менен Сұлушаш осыған дейді бірнеше балалардың тойларын өткіздіңіздер. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Алла тағала денсаулық берсін. Енді жақсылықты айта беруге болады. Жаңа тамада айтып отыр ғой асаба. Уақыт деген шектеулі, сондықтан аздап-аздап сөйлеңіздер деген шектеу қойды. Сондықтан Алла тағала денсаулық берсін. Аман сау болыңыздар. Осы балалардың қызығын көре беріңіздер. Заманымыз тыныш болсын. Мынау келіп жатқан құдағилар, сіздерге де қадамдарыңыз құтты болсын. Бұрынғы құдағилар, сіздердің де тойларыңыз арманға жалғаса берсін. Енді мына жерде Аққошқар ауылында тұрған кезінде Жансаяны өзім қызым дейтінем. Балам қайда деп есікте кіріп келгенде, балам қайда дегенде Жансая алдымнан күлімдеп шығып, етегі әлгі былайша айтқанда балағымызға оралып, сондай өмір есімізден өткендігін. Сондықтан енді мынау аттерлетіп алыстан келу себебі осындай қызымыздың тойына келіп қуанышты бөлісіп жатырмыз. Айналайын Жансая, мінекей өмірде таңдаған азаматты саясына келіп өзің қоныстырып жатсың. Айналайын, бақытты болыңдар, ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын, бір-біріңе серік болыңдар. Әлгі қазақта сөз бар, үй болу, үйлену оңай, үй болу қиын деген. Сол қиыншылықтың барлығын бірге ақылдасып шешіп, қазақта тағы да сөз бар, келісіп пішкен тон келте болмайды дейді. Сол әрқашанда ақылдасып бір-бірлеріңізбен келісіп, үлгілі отбасы болуларыңа тілектеспін. Бақытты болыңдар. Мынау енді әрқайсысы еңбек етіп жатқан шығарсыңдар. Жансаяны білем, енді ептерден көрініп, ептеп жақсылықтарын жеткізіп жатыр. Оған әкесі мен шешесі әрине қуанышты болып бізге шет жағасын жеткізіп жатады. Оған алыста болсақ та біз қуанып жатамыз. Өзіміздің тілегімізді білдіріп жатамыз. Биіктерден көріне беріңдер. Жұмыста табысты болыңдар, отбасыда аман болыңдар. Барлық жақсылық тілеймін. Рахмет.